Сәлем баршаңызға. Бүгін біз мына теңдеуді шешеміз, x-ның мәнін табамыз. X қаншаға тең екен? Оны табу үшін ең алдымен мынау қиын күрделі формадағы бөлшектерімізді жеңіл қарапайым түрге келтіреміз. Оны қалай келтіру рет-ретімен, әрбір қадамымен мен алдыңғы видео сабақтарда көрсеткенмін. Мен мына жерге сілтемесін қалдырып кетемін. Қарап көрсеңіздер болады. Ал мына жерде біз бірден шешіп кете берейік. Міне, мынау 1,2-ден 1-ден бастаймыз. 1,2-ден 1 тең болады. Бүтін өзгермейді, бөлшектің асты өзгермейді, ал үстіне бүтінді көбейтіп жазамыз. 1 көбейтілген 2 болады, және қосылған мынау бөлшектің үстіндегі сан. Сонда 2 қосылған 1 бөлінген 2, 3 бөлінген 2. Екінші қадамымыз. Екінші не істейміз? Мынау бөлшектің астын реттеп алайық. 4 алынған 3 бөлінген 2. Бұл жерде енді ортақ бөлім береміз. Мынау 4-тің астында жасырын 1 тұр. Бірақ бұны 4 бөлінген 1 деп жазбаймыз. 4 деп жазылады. 1-ді біз әрқашан егер санның өзі тұрса, оның астында бөлінген 1 бар деп алып кете берсек болады. Енді 1 мен 2-ге ортақ бөлім 2 болады, себебі 2 1-ге де бөлінеді, 2 өзіне де бөлінеді. Ортақ бөлімді қалай табу алдыңғы видеоларда бар. Мына жерге қараңыздар. Енді 2-ні 1-ге бөлсек, 2-ні өзі төбесіне еселік болып кетеді. Ал 2-ні 2-ге бөлсек, 1 еселік болып кетеді. Ал жазамыз. Ортақ бөліміміз 2. Жоғарысында мынау 2 алымнан көбейтіледі, яғни бөлшектің үстіндегі санға еселік 2 көбейтілген 4 болады, және арасында алу белгісі бар. Сосын мынау еселігіміз алымнан көбейтіледі, 1 көбейтілген 3. 1 көбейтілген 3. Сонда 2-ні 4-ке көбейтсек 8 алынған 3 бөлінген 2. Яғни болады бұл 5-тен 2. Міне, біз таптық екінші, енді үшінші мынау барлық осы бөлшектің мәнін табамыз. Үшінші 2 бөлінген 5 бөлінген 2. Алдыңғы сабақтардағыдай бұны да істеп кетейік. 2 бөлінген 5, астындағы 2 үстіне шығады деп түсіндірдік. Көбейтілген 2 болады. Сонда 4 бөлінген 5 болады. Келесі 4-ші амалымыз. 4-ші амал ол мынау теңдіктің екі жағында алып есептеу. Есептейміз. X минус 2 алынған 2 тең 4 бөлінген 5. Енді бұл жерде ең оңай жолы тіктөрт бұрышымызды алайық. Түсінікті болу үшін міне ең оңай жолы бізде мынау 2-ні теңдіктің арғы бетіне өткізу. Шатасып кетпеу үшін қызылмен белгілеймін. 2 санын теңдіктің мына бетіне өткіземіз. Ал кеттік. X болады. Мына жердегі минус мынау теңдіктің арғы бетіне өткенде таңбасы өзгеріп өтеді. Яғни мынау минус болса, мына бетке өткенде плюс болып өтеді. Ал егер мына жер плюс болады, мысалы мына бетке өткенде минус болып өтеді. Осылай, осыны ескерсеңіздер болды. Ешқандай қиындық жоқ. Сонда 4 бөлінген 5. 4 бөлінген 5. Мына 2-міз қосылған 2 болып өтеді. X-міздің мәнін ары қарай мынаны шешеміз. Тура мынау жоғарыдағыдай, қараңыздар, мына жердегідей. Мына 2-нің астында 1 бар деп есептейміз де. Сонда мынандай болады. 4 бөлінген 5. Түсінікті болу үшін жазадым. Негізі математикада 2 бөлінген 1 деп жазбаймыз. Сразу 2 деп жазып кетуіміз керек. Бірақ бізге түсінікті болу үшін, есепті түсіну үшін мен осылай жазып жатырмын. 5 пен 1-ге ортақ бөлім қанша болады? 5 болады, себебі 5 өзіне де бөлінеді, 1-ге де бөлінеді. 5-ке 5-те бөлсек 1,
5-ті 1-ге бөлсек 5. Ары қарай жазамыз. Ортақ бөліміміз 5. 1-ді 4-ке көбейтеміз, яғни еселікті алымға көбейтеміз. 1 көбейтілген 4. Ортасындағы амалды жазамыз. Қосылған 5 көбейтілген еселігімізді алымына көбейтеміз. 2 тең, сонда 4 қосылған 10 бөлінген 5. Сонда 14 бөлінген 5. Осыны дұрыс бөлшек қылып жазсақ, 14-ті 5-ке бөлсек 2,5 бар. Және ар жағында 4 қалдық қалады. Міне біздің жауабымыз осы. Дұрыс бөлшекпен жазғандағы жауабымыз. Ал егер дұрыс емес болатын болса, мынандай түрде. Негізінен есептің жауаптары әрқашан дұрыс бөлшек түрінде беріледі. 2,5-тен 4 жауабымыз. Енді тура осыған ұқсас тағы 1-2 есеп шығарайық, бізге түсінікті болу үшін. Болашақта бұндай есептер кездессе, 1-ден шығарып тастау үшін. Қазір мен келесі есепті жазайын. Міне біз келесі есебімізді жазып алдық. X минус 3 тең 3 бөлінген 2 қосылған 1,3-тен 1. Бұл жерде дәл жаңағыдай күрделіден бастаймыз. Күрделі формадағыны қарапайымға келтіреміз. Ал кеттік 1 дейміз. 1,3-тен 1-ден бастаймыз. Бөлімнің асты өзгермейді, ал үсті алдыңғы санымыз бөлшектің бөліміне көбейтіледі және үстіне жазылады. Және бөлшектің үстіндегі сан қосындыны болып жазылады. 3 қосылған 1 бөлінген 3. 3-ке 1-ді қоссақ 4 бөлінген 3. Екінші мынау қосындыны істеп алайық. 2 қосылған 4 бөлінген 3. Астында 1 бар. Сонда 1 мен 3-ке ортақ бөлім 3-тің өзге. 3-ті 1-ге бөлетін болсақ 3 еселік, ал 3-ті 3-ке бөлсек 1. Жазамыз, ортақ бөліміміз 3. Төбесіне 3 көбейтілген 2 қосылған 4 көбейтілген 1 болады. Сонда 3-ті 2-ке көбейтсек 6, 4-ті 1-ге көбейтсек 4 бөлінген 3. 6-ға 4 қоссақ 10 бөлінген 3. Келесі. Мынау бүтін бөлшегіміздің бәрін дұрыстап жазып алайық. Шығаратыны шығарып жоғарысыны. 3 бөлінген 10 бөлінген 3. Сонда басты бөлшегіміз өзгермейді. 3 астында 10, мынау жоғарыға кетеді. Көбейтілген 3 болып жазылады. Сонда 9 бөлінген 10. 3-ті 3-ке көбейтсек. Келесі 4-ші қадамымыз ол міне теңдікті жазу ары қарай. X алынған 3 тең 9 бөлінген 10. Ары қарай X тең болады. 3-ті теңдіктің арғы бетіне өткізіп жібереміз. Минус плюс болып өтеді. Сонда болады бізде астына жазайық кішкене. Есептің берілген қасымызда тұрсын. Сонда болады X тең 9 бөлінген 10 қосылған 3. Жерде 3-тің астында 1 бар, екеуіне ортақ бөлім 10 болады. 10-ды 10-ға бөлсек 1, 10-ды 1-ге бөлсек 10. Сонда ары қарай 9 көбейтілген 1, ортақ бөлім астында 10 жазылып тұрады. Қосылған 3 көбейтілген 10. Сонда 9 қосылған 30 бөлінген 10. Сонда 39 бөлінген 10. Ал бұны дұрыс бөлшек қылып жазатын болсақ, 39-ды 10-ға бөлсек 3 бүтін шығады және ар жағында 9 қалдық қалады. Міне біздің есебіміздің жауабы. Еш қиындығы жоқ. Тағы бір есепті шығарып осыған ұқсас шығарайық. Өзімізге тәжірибе, практика болады. Қазір мен есепті жазамын.
мен мына жерге кішкене ұмытыппын, сіздерге лайфхак деп айтам ба, оңай жолын. Мына жерге қараңыздар, мен басқа түспен белгілейін. X тең 9 бөлінген 10 қосылған 3 дедік қой. Біз мынаны мындай жолмен түсінікті болу үшін дұрыс математика жолымен көрсеттім. Енді мына жерге қараңыздар, 3 өзі бүтін бар, сосын мынау бір қалдық сан бар. Бұл дегеніміз мындай ғой, анда 0,9 қосылған 3 деген сияқты. Біз оны 3-те 9 екенін сразу білеміз ғой, бірдестен. Тура осы сияқты мына жерде былай есептемей, бүйтіп 3,9 деп жаза салуға, бір-бірін қосып жаза салуға болады. Егерде санымыз бүтін, осы екеуі ғана болса. Мына жерде тағы бір мүмкін мынандай болып, мысалы 3 қосылған 3 бөлінген 2 болса, бәрін бүйтіп көбейтілген 3 бөлінген 2 деген сияқты жазуға болмайды, ол қате. Тек қана мынандай біреу бүтін, біреу жаңағыдай бөлшек, біреу бүтін сан болса, екеуін қосып 3,9 деп жаза салуға болады. Тек осындай жағдайда біреуі бөлшек сан, екіншісі жаңағыдай бүтін болса. Ал бізде жаңағыдай 9 бөлінген 10 қосылған 3 қосылған 2 бөлінген 7 бәрін мысалы қосып жазып каша жасап жүрмейміз. Әрдайым правиласы бар. Даже осындай бір қосатын жағдайлар болса, оны да болашақта айтатын боламын. Бірақ мынау қазіргі жағдайда біз мынандай есепте осындай болса, сразу бүйтіп жаза салуыңыз болады. Міне жауаптар екеуінің бірдей шығады. Сіздерге оңай болу үшін айтып жатқаным, қазірше осындай жеңіл формадағыларды қоса берсеңіздер болады. Келесі есепті осы жолмен істеп көрейік. Міне біз келесі есебімізді жазып қойдық. Қараңыздар. Дәл жаңағыдай бастаймыз, бірақ қараңыздар, мына жері күрделі форма емес. Бірден жеңіл формада тұр, алдында бүтіні жоқ. Сол үшін мына екеуінен бастаймыз. Ал кеттік. Берілген жазылар 1 алынған 5-тен 3. Мына астында 1 бар деп есептейміз. Екеуіне ортақ бөліміміз 5 болады. Енді біз бүйтіп жазбай бірдестен негізі жаңағыдай еселік беріп үйренуіміз керек. Мына астында 1 бар деп есептейміз. Оған 5 жоқ, кішкене қиындау болып кетпес үшін жаңағыдай жасай берейік. Болашақта бұдан келесі есептерде ортақ бөлімді қарастырмаймыз. Тек кейбір қиын есептер болмаса, қазіргі есеп үшін осылай жазайық. Екеуіне ортақ бөлім 5. 5-ті 1-ге бөлсек, еселік 5. 5-ті 5-ге бөлсек, 1 еселік жазайық. Ортақ бөліміміз 5. Төбесіне 5-ті 1-ге көбейтеміз. Алу араларында белгі және 3-ті көбейтеміз 1-ге. Сонда 5 алынған 3 бөлінген 5. Бұл бізде 2 бөлінген 5. Міне шықты. Енді келесі екінші амалымыз мынау бөлшекті қарастырамыз. Бұл 1 бөлінген 2 бөлінген 5. Ортадағы бөлшегіміз маңызды болып тұра береді. Астында 2-сі тұра береді, ал оның астындағысы жоғарыға шығады. Сонда көбейтілген 5. Міне 5 бөлінген 2. Енді келесі үшінші жол. Үшінші жолымыз ол мынандай. X минус 1 тең 5 бөлінген 2. Минусымыз қалай деп түсіндірік? Теңдіктің ары бетіне өткенде яғни қарама қайшы таңбамен. Плюс болса минуспен, минус болса плюспен өтеді. Ал осы қағидамен арғай өткеніміз x тең 5 бөлінген 2, яғни 2-ден 5 қосылған 1. Мына жерде қараңыздар, жаңағы алдыңдағыдай 1,2-ден 5 деп жазуға болады. Бірақ бізде мына жерде 5 бөлінген 2, бұл жерде тағы 2 бүтініміз бар.
мынаны қараңыздар. Бұны қазір мына жерге қазір екінші амал қарастырамыз. Бірінші осыны дұрыстап жаңағыдай бұрынғы стандартты түрдегі жолмен есептеп шығарайық. Сіздер түсінбей қалмастарыңыз үшін. Не қараңыздар, бөлім береміз, ортақ бөлім. Екеуіне ортақ бөліміміз 2. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 2-ні 1-ге бөлсек 2. Кішкене жазылмай қалды ма? Қазір. Бөлсек 2. Сонда ортақ бөліміміз 2, жоғарысына 1-ді 5-ге көбейтеміз. Қосамыз, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2. Сонда 5 қосылған 2, ол 7 бөлінген 2. 7-ні 2-ге бөлсек 3 бүтін бөлім бар, және ар жағында бір қалдық бар. Негізі міне есептің жауабы осы. Бірақ енді алдындағыдай жеңіл жолды қарастырайық. X тең 5 бөлінген 2 қосылған 1 дедік. Осыны жаңағыдай 1 бүтін 2-ден 5 дедік. Бірақ қараңыздар, мына жерде 5-те тағы 5-те 2 бөлсек 2 бүтіні бар. Яғни мынаны былай жазсақ болады. Бұлай емес, 5-те 2-ні жазып аламыз. 2 бүтін 2-ден 1, яғни 1 қалдығы бар. Ажаны осылай 1 деп жазамыз. Сонда 2 мен 1-ді қоса саламыз. Қосылған кезде 3 бүтін 2-ден 1 болады. Жауабы екеуінің бірдей сәйкес келеді. Тек осындай екі сандар бар кезде қолдана тұрыңыздар. Болашақта кішкене түсінбей дұрыс емес қолданып десектеріңіз дұрыс шықпай қалмасын. Қазірше біз оңайдан бастап жатырмыз, жайлап күрделі түрге өтеміз. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Бұндай есептер болса, бірден осылай тез шығарып күте бересіздер. Болашақта кішкене жайлап өзгерте береміз есептің түрлеріне байланысты.